Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Міне, ораза айттан кейін араға 70 күн салып, Құрбан айт мерекесі жақындап келеді. Дінімізде бұл мерекенің алар орны ерекше. Өйткені қасиетті Құрбан айт елдің бірлігін күшейтіп, өзара бауырластықты арттырады. Асыл дінімізде дәріптелген діни дәстүр ғасырлар бойы халқымыздың қанына сіңіп, ұлы дала төсіндегі ұлық мерекеге айналды. Құрбандық үлкен тарих, ұлы ғибрат. Құрбан айт мерекесі тарихының тамыры сонау Ибрахим пайғамбар заманынан бастау алады. Құрбан шалу пайғамбарлар атасы Ибрахимнің сүннеті. Алайда құрбандық дәстүр кейінгі мұсылман үмбетке де мұра болып қалды. Алла тағала мұсылман жұртына нәсіп еткен бұл мейрамда мұсылмандар жуынып, тазада жаңа киімін киіп, хош иісті әтірін сеуіп, мешітке айт намазына келеді. Айт намазын оқып болғаннан кейін бірін-бірі мүбәрак мерекемен құттықтап, құшақ жайып, өкперенші болса кешіріп, бауырмалдықпен қауышады. Сондай-ақ мейрамның аты айтып тұрғандай, Алланың разылығы үшін жүрегі ізгі жандар құрбандық малдарын сойып, етінен тұрмысы төмен отбасыларына таратады. Мүмкіндігінше садақасын да мұқтаж жандарға береді. Айта келер нәрсе, айт мерекесін мұсылман қауымының көп болып тойлауының, думанды етіп өткізуінің еш әбестігі жоқ. Тек шариғат шеңберінен шығатын қылықтарға, дарақылық пен ысырапшылдыққа жол бермеуі керек. Таң азан мен мінәжат етуден басталатын мереке қазақ даласында өзіне жарасымды сән салтанаты мен имандылық думанына жалғасады. Фахих бин Саад Алла елшісі ораза, Құрбан айт және Арафа күндері ғұсыл құйынатын десе, ал Хасан бин Али бізге Алла елшісі қасиетті айт күні ең жақсы иіссуді себуді бұйырған еді дейді. Бұл хадистер күллі мұсылманды айт күндері жан мен тән тазалығының үйлесімді болуына үндейді. Өйткені бұл мереке күні мейрамның нышаны сезіліп тұруы тиіс. Қасиетті Құрбан айт мейрамы мұсылмандардың Мекке мен Мәдина шаһарларында қажылық парызын өтеуінің кезеңімен аяқталады. Құрбан айт мерекесінде мүмкіндігі бар әрбір мұсылман баласы Алла тағаланың разылығы үшін құрбандық шалуы тиіс. Айта кетейін, құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана шектелмейді. Онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналады. Әрбір жағдайы бар, әрі жолаушы емес, мұсылманға құрбандық шалу мұсылмандық міндет. Құран кәрімде Раббың үшін намаз оқы және құрбандық шал деген әмір бар. Шариғатта адамның шамасы келмейтін міндеттемелер жоқ. Өйткені дін мұраты адамның ділін түзеу, тұрмысын реттеу. Шариғаттың әрбір әмірі мен тыйымының астарында адамның жеке басына және жалпы қоғамға пайдалы хикметтер бар. Құрбандық шалған ең бірінші құрбан шалынатын жердің таза болуына көңіл бөлуі тиіс. Малды соятын жерге ұрмай соқпай апарып, оны құбылаға қаратып, сол жағынан жатқызады. Сосын, е Алла тағалам, Ибрахим мен Мұхаммед пайғамбарлардың қабыл алғанындай, менің де құрбандығымды қабыл ала көр деп бата жасалады. Сосын, Аллаху акбар және Ла иляха илаллах деп айтылып тұрады. Құрбан шалатын адам малды қинамай, жұмсақ бауыздауға көңіл бөлуі керек.
Малдың көзінше пышақты жалаңдатып қайрауға болмайды, және пышақ өткір болуы тиіс. Өйткені пайғамбарымыздың құрбан шалатын адам пышағын жақсылап қайрасын, малды қинамай жұмсақ бауыздасын деген хадисі бар. Міне, мұның өзі асыл дініміздің адам тұрмақ, малдың өзіне жәбір көрсетпеу керек екендігін ұқтырып тұрған жоқ па? Кез келген мал құрбандыққа жарамайды. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, түйе малының еркектері де, ұрғашылары да жарамды. Қой мен ешкі төлінің ең кемі 1 жасар болуы қажет. Дегенмен 6 айлық қозы 1 жасар қой секілді ірі, қоңды болса құрбандыққа жарамды деген сөз. Ал ешкінің міндетті түрде 1 жасқа толған болуы қажет. Сиыр 2 жасқа, түйе 5 жасқа толғанда құрбандыққа шалуға жарамды. Сондай-ақ құрбандық малының дені сау, етті және дене мүшелері түгел болуы керек. Оның бойында құрбандық ретінде шалуға кедергі келтіретін кемшіліктер болмауы тиіс. Мәселен, құрбан малының 2 немесе 1 көзінің соқыр, бауыздалатын жерге өздігінен жүріп бара алмайтындай әлсіз, 2 құлағының не бірінің басым бөлігінің жоқ болуы секілді кемшіліктері табылса, ол мал құрбандыққа жарамсыз болып табылады. Адам құрбандықты өз қолымен бауыздағаны абзал. Өйткені бұл құлшылық амал. Сондықтан құрбандық ғибадатын өзі орындағаны жақсы. Мал бауыздай алмаған жағдайда қасапшының жанында тұрып, өз көзімен көргені дұрыс. Себебі пайғамбарымыз қызы Фатимаға құрбандығыңа куә бол, өйткені құрбандықтың ең алғаш тамған қанымен барлық қате кемшілік кешіріледі деген. Құрбан айт халықтың ынтымағын нығайтып, елдің ауызбіршілігін күшейте түсетін айтулы мереке. Бұл Алла тағаланың бізге тарту еткен мерекесі. Мұсылман баласының құлшылық амалдары жамағатпен және ауызбіршілікпен атқарылады. Құрбан айт соның үлкен айғағы. Бұл мереке исі мұсылманның бірлігі мен берекесін тағы да паш ете түседі. Құран кәрімде одан өздерің де жеңдер және мұқтажға да жегізіңіздер деген аят бар. Құрбандық етін 3-ке бөліп таратады. 1 бөлігі өзіне қалады, 2 бөлігі ағайын туыс, көршілерге беріледі, 3 бөлігі көмекке мұқтаж кісілерге үлестіріледі. Мешіттерімізде жыл сайынғы қалыптасқан дәстүрге сай, құрбандық еті әлеуметтік аз қамтылған, көп балалы және жағдайы төмен отбасыларға таратылады. Биыл да жыл сайынғы үрдіс бойынша құрбан айт мерекесінің құрметіне осындай қайырымдылық шаралары ұйымдастырылады деген ниеттеміз. Жыл өткен сайын халық мерекенің қадір қасиетін тереңнен сезініп, құрбандық шалушылар қатары көбейіп келеді. Шариғи нормаларды сақтап, құрбандық мал сою үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Тағы бір айта кететін нәрсе, құрбанға шалынған малдың ешқандай бөлшегінен қасапшының ақысы ретінде төлеуге болмайды. Бұл жөнінде сахаба Әли былай дейді: пайғамбарымыз түйелер құрбандыққа шалынған уақытта басында тұруымды және терілер мен жүндерін таратуымды әмір етті. Олардың ешбір нәрсесін қасапшы ақысы ретінде беруге маған тыйым салды. Қасап ақысын біз өзіміз беретінбіз. Құрбан айтта құрбандықты өз әдеби нормаларына сай дұрыстап шалуды айтудың өзіне тән мәдениеті деп айтар едім. Рамазан айының ораза айтында таңертең мешітке айт намазына
келерден бұрын үйден құрма секілді тағамдардан дәм татып шыққан абзал болса, құрбан айтында нәр татпай шыққан дұрыс. Мұның мәні мынада: атақты пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарымыз сол күнгі оразасын жаңа сойылған құрбан етімен ашқанды құп санаған. Сондай-ақ ораза айтта пітір садақасы беріледі, құрбан айтта жай садақа беріледі. Ал Арафа аталған күн құрбан айттың алдындағы қажылықтың ең басты шарты болып есептелетін Арафат уақфасын орындау үшін қажылардың Арафат тауына барып белгілі бір уақыт тұруынан шыққан. Арапа күні таңғы намаздан бастап құрбан айттың 4-ші күнінің асыр намазына дейін әрбір парыз намазынан кейін ташрих тәкбірі айтылады. Ал құрбандық малы құрбан айт намазынан кейінгі 3 күн ішінде сойылады. Сүйікті пайғамбарымыз мерекенің басталуы мен құрбан шалудың уақытына қатысты. Біздің бұл күнде алғашқы атқаратын ісіміз намаз оқу, сосын қайтып келіп құрбандық шалу. Кімде-кім осылай етсе, біздің сүннетімізге ергені. Ал кімде-кім бұдан бұрын құрбандығын шалатын болса, бұл құрбанның отбасына берілген еттен айырмашылығы жоқ. Мұның құрбан болуы мүмкін емес деген. Яғни құрбандық сою кезінде осы жайттарға да көңіл бөлгеніміз дұрыс. Алла тағала барша мұсылман қауымының бұл күндері шалған құрбандықтарына қабылдық жазып, атқарған әрбір ізгі амал әрекеттеріне сауаптан жазғай. Құрбан айт құтты болсын.